Қазақстан Республикасының ұлттық валюта теңге күні 15 қарашада атап өтіледі. Биыл ұлттық валютамыздың айналымға шыққанына 30 жыл толып отыр. Бұл күн мемлекетіміздің мәртебесі тағы бір дәлелденіп, мерейіміз үстем болып, абыройымыз асқақтап, төл теңгемізді қолға ұстаған күн. Осы атаулы мерекеге орай біз ұлттық теңге тарихына тоқталып көрмекпіз. Ұлттық валюта бұл еліміздің заңмен белгіленген ақша бірлігі. Өзінің ұлттық валютасын енгізу Қазақстанның тәуелсіздігін нығайтуда және дербес дамуына маңызды рөл атқарады. Теңге елдің қаржылық тәуелсіздігін ажырамас символына айналды. Теңгенің тарихы ең алғаш қазақ даласында күміс монетаға 15 ғасырда Отырар қаласындағы тәнга атауымен пайда болған. Ал ұлттық валютамыздың тарихы 1992 жылы бастау алды. 92 жылдың 27 тамызы күні Қазақстан ұлттық теңге банкі купюрасының үлгілерін бекіткен болатын. Мемлекет басшысы жеке тапсырмасымен отандық суретшілер Тимур Сүлейменов, Қайролла Әбдіжәлелов, Меңдібай Әлин және Ағымсалы Дүзелханов Англияда қазақ валютасының дизайнындағы портретін бекітті. Дизайнерлердің жаңа валюта кескінін әзірлеу жұмыстары Алматы қаласында ерекше құпия жағдайда жүргізілді. Бұл туралы дизайнерлерден басқа мемлекет басшылығында санаулы адамдар ғана білген. Осылайша теңге алғаш рет Ұлыбританияда басылып шықты. Сондай-ақ жаңа валютаның атауына қатысты да бірқатар ұсыныстар болған. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев алтын атауын ұсынды. Кейіннен жаңа ақшаны 15 ғасырда Отырар қаласында таңга атауымен басылып шыққан монетаға ұқсастырып, теңге деп атау туралы шешім қабылданған. 1993 жылы 12 қараша күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының ұлттық валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойып, 15 қараша ұлттық валютамыз айналымға енгізілді. Күллі қазақтың мақтанышына айналған тұңғыш теңгенің тұңғыш келбеттері бүгінде музейде сақталған. Оларда Әл-Фараби, Сүйінбай, Құрманғазы, Шоқан, Абай және Әбілхайыр мен Абылай хандардың суреті болған. 90-шы жылдары біздің теңге дизайны жағынан ТМД елдерінің арасында ең көрікті ақша болып танылды. Ақшаны айналымға енгізбес бұрын оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету маңызды болатыны айқын. Өйткені оңай жолмен жеңіл пайда тапқысы келетіндер кез келген валютаны қолдан жасауға тырысады. Сондықтан кез келген мемлекет ақшаның дизайны мен қорғаныш сызықтарын күшейтуге мүдделі. Арада бір мүшел өткенде, яғни 2006 жылы теңге өзгеріске ұшырады. Ондағы суреттер алынып тасталып, яғни қорғанышын бекіте түсті. Бүгінгі таңда теңге тұтастай Қазақстан мен оның барша азаматтарының дербес тіршілігінің, мемлекет тәуелсіздігінің айғағы болып отыр. Ұлттық валюта мерекесі құтты болсын, теңгеміз тұрақты болсын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.